Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, қадірлі әріптестер. Жалпы 2025 жылы облыста атқарылған жұмыстардың нәтижесінде жалпы агроөнеркәсіп кешені саласында оң динамика қалыптасты. Атап айтқанда, республикада бойынша Ақмола облысы алғаш рет 1 триллион 200 миллиард теңге көлемінде ауыл шаруашылығы өндіріліп, жалпы нақты көлем индексі 115-те 9%-ды құрап, республикада бірінші орынға қол жеткізді. Бүгінгі күні алдын ала жоспарланған егіс құрылымына сәйкес жалпы ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс көлемі 5 миллион 500 мың гектар алқапты құрайтын болады. Бұл өткен жылмен салыстырған кезде 31 мың гектарға егіс көлемі артады. Жалпы егіс көлемінің тұрақты деңгейде сақтай отырып, облыста біртіндеп дәнді дақылдарға тәуелділікті азайтып, майлы, мал азықтық және көкөніс картоп дақылдарының өндірісін күшейтуді көздеп отырмыз. Сонымен қатар биылғы жылғы егістіктерге зиянкестерден қорғау, арамшөптер, гербицидтермен қорғау мақсатында, зиянкестерден қорғау мақсатында жалпы 133 мың гектар алқапта химиялық өңдеу жұмыстары жүргізілетін болады. Оның ішінде 91 мың гектар алқапқа аса қауіпті итальяндық брус шегірткелеріне қарсы және 42 мың гектар саяқ шегірткелеріне қарсы өңдеу жұмыстары жүргізіледі. Тыңайтқыштарды енгізуге ерекше назар аударылып отыр. Биылғы жылғы минералдық тыңайтқыштарды енгізу көлемін 433 мың тоннаға жеткізуді жоспарлап отырмыз. Уақытылы жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында Қазазот жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен және Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдерімен, сондай-ақ біздің облыстың агроқұрылымдарымен арнайы кездесулер өткізіп, тиісті келісімшартқа отыру жұмыстары жүргізілді. Көктемгі егіс жұмыстарын уақытылы жүргізу үшін үкімет тарапынан 76 мың тонна жанар жағармай дизель отыны бөлініп отыр. Жалпы бұл 76 мың тонна көлемде дизель отыны толығымен біздің 5 миллион 500 мың гектар алқапта көктемгі егіс жұмыстарын жүргізуге толық жеткілікті. Сонымен бірге көктемгі егіс жұмыстарын дер кезінде жүргізу мақсатында кең дала 2 бағдарламасы бойынша 5%-бен несиелеу жұмыстары өткен жылдың қазан айынан бастап жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда жалпы агроқұрылымдардан 30 миллиард теңге көлемінде құрайтын өтінімдер қалыптастырылды. Соның ішінде 13 миллиард теңгесі аграрлық несие корпорациясы арқылы берілді. Жалпы алғанда егіс жұмыстарына дайындық мәселелері ерекше бақылауда, дер кезінде мерзімінде атқаруға толық мүмкіндігіміз бар.